Шеберлер студиясына қош келдіңіздер. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Бүгін қандай күн? Алғыс айту күні. Дұрыс, алғыс айту күні. Балалар, бүгінгі күніміз сәтті өту үшін қанекей баршамызға алғыс айтайық. Қане, кім айтады алғысты? Айтады. Кімге алғыс айтасың? Ата-әжеңге алғыс. Дұрыс. Айтады. Атаңға алғыс. Кім айтады? Айтады. Достаңға алғыс. Достарымызға алғыс, иә? Фатима, айтасың ба? Кімге алғыс айтамыз? Ұстазымызға алғыс. Айтасың. Ұстазыма алғыс. Дұрыс, балалар. Бүгінгі алғыс айту күндеріне мен де сендерге үлкен рахмет айтамын. Әрқашан осылай құлпырып, әдемі болып жүріңдер, иә? Қазір балалар біздер шебер сыныпқа келіп, түрлі бұйымдар жасаймыз, иә? Қанекей, бізді дайын тұрған орындықтарға мынау денсаулық жолдарымен жүріп, өздеріңіз қалаған орынға отырсаңыздар болады. Және де алдымызда алжапқыштар тұр, иә? Алжапқыштарды киіп, орнымызға отырамыз. Бізде алғыс айтылды, иә? Алғыста біздер тек қазақтар емес, басқа ұлттарды айтады, иә? Біздер өткенгі іс-әрекеттерімізде тоқып жүрдік. Алаша тоқыдық, солай ма, қыздар? Алаша тоқыдық, ши тоқыдық. Енді бүгін біздер басқа да ұлттың өнерімен де танысайық. Қанекей барлығымыз төл экранға көңіл назарларымызды аударайық. Эбу ежелгі түріктердің 11-ші ғасырда бастау алған судың бетіне салынатын таңғажайып сурет өнері. Бұл қызықты техника. Суда ерімейтін арнайы бояулармен сурет салу. Содан кейінгі суретті қағазға көшіруден тұрады. Бұл ғажайып құбылысты суретшілер суда ерімейтін арнайы майлы бояу арқылы жасайды. Нәтижесінде қағаз бетіне көшіріп алуға болатын өрнек пайда болады. Әлемде бұл өнерді түркиялық мрамор деп атайды. Бирту ежелгі Ресейден келген өнердің бір түрі. Тоқуға арналған тарақ түріндегі құрылғы. Орыс халық отбасыларында қызды 5 жасынан бастап бирдомен тоқуға үйреткен. Бирдоның 2 түрі бар. Бирду тоқу құрылғының бөлігі ретінде және белбеу мен өрімді қолмен тоқуға арналған бирду. Бирдода әртүрлі қалыңдықтағы өрнекті таспалар, белдіктер, баулар тоқылған. Ата-бабаларымыздан мұра ретінде келе жатқан қазақ халқының ұлттық қол өнерлері. Олар алаша тоқу, киіз басу, ши тоқу болып табылады. Оларды тоқу үшін арнайы құрылғылар ойластырып тапқан. Ал әдемі бұйымдар тоқу үшін адамдар қой, түйе жануарларының жүндерін өсіріп, солардың жүндерін қырқып, жинап, тазалап, сол жүндерден ұршық арқылы жүнді иіріп жасаған. Ұршық арқылы жүнді иіріп жасаған. Балалар, біздер 3 түрмен таныстық, иә? Біреуі эбру технологиясы, бирдо технологиясы және біздің алаша тоқу, иә? Бирдо бізде орыс халқынан ежелден келе жатқан құрылғының бірі, иә? Мінекей барлығымыз маған қарайық. Осы құрылғыны біздер бирдо деп атаймыз. Бирдо. Мынау бізде тараққа ұқсайды, иә? Осыны біздер бирдо деп атаймыз. Қазір
мінекей мына жерде отырған қыздар осы бердо құрылғы арқылы белдікті тоқиды. Оны қалай тоқимыз? Маған қыздар мұқият қарайық, иә? Мінекей мына бердоны бүйтіп астына немесе төмен түсірсеңіздер, жіптер орнымен ауысады, иә? Осы жіптің арасымен біздер арнайы өзінің инесі бар. Осы инемен арасынан өткіземіз. Мінекей. Сөйтіп арнайы өзінің таяқшасы бар. Оны біздер қылыш деп атаймыз. Барлықтарын қараңдар, Фатима қарақат. Осы қылыш арқылы арасын кіріндерді итереміз дейді жіпті. Мана біздер көтеріп тұрдық қоя бердоны, енді төмен түсіреміз. Тағы да арасымен жіпті өткіземіз. Дәл осындай тәсілмен сендер әдемі белдік тоқып шығару керексіңдер. Жарай ма? Бастай беріңдер. Енді мына жерде қыздар, сіздерде алаша тоқу құрылғысы тұр, иә, алдарыңызда. Біздер күнделікті өмірде осы алаша тоқып жүрміз. Солай ма? Біздер қалай істейміз? Арнайы таяқшасы арқылы айналдырып отырып, дәл бердо сияқты мына жіптерді көтереміз де, арасымен өзінің инесімен өткізіп, тарақпен тараймыз, иә? Сендер де бастай беріңдер. Ал енді ұлдарда бізде эбро технологиясы суреттің бетіне, судың бетіне сурет салу, солай ма? Оны біздер қалай істейміз? Қанекей, сендерге мен көрсетейін. Мінекей, арнайы су тұр. Осы судың бетіне мен өзінің бояуларын тамызам. Жайлап тамызам, балалар. Сендер қатты қыспаңдар. Мінекей, жайлап бет тамызам. Көп керек емес. Қазір қыздар, бір минут. Өзіме ұнаған әр түстен жайлап бет тамызып шығам. Сол кезінде бояу өзі судың бетіне жайылып шығады, көрдіңдер ме? Сөйтіп мен арнайы таяқша арқылы әдемі бір ою жасағым келе ме, немесе гүл жасағым келе ме, өзім білем. Сендерде өздеріне ұнаған затты сызсаңдар болады. Қазір бір сендерге көрсетейін. Қыздар алдыңызға қараңдар. Қағазды аламын. Қағазды бетіне қоям, судың бетіне. Көрдік қой, бетін ұстамаймыз, иә? Қағаздың шетінен жайлап бүйтіп алып тартып шығарам. Шықты ма? Иә. Дәл осылай суретті саламыз. Суретке клик бастай берсеңдер болады.
дұрыс. Алаша тоқыңдар. Сендер қыздар? Қандай технологияны тоқтыңдар? Берду, иә? Берду технологиясымен. Ал ұлдар сендер қандай сурет, немен сурет салдыңдар? Қандай технологияда? Ерас айтамыш? Дұрыс айтасыңдар. Эбро технологиясын, иә? Эбро технологиясы бізде түрік халқынан шыққан, солай ма? Ал Берду бізде орыс халқымен. Бүгін біздер бірнеше халықтың өнерімен таныстық. Сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар. Осымен